Ауду биллахи минеш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті жамағат, Иъла ус-Сунан кітабын тағы ашып жатырмыз. Дәлел дәйектер, әрбір ісіміз бидағат емес, барлығы сүннет жолы. Умар радиаллаху анху قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. Умар радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашанда намаз әрқашанда дұға қылған кезде қолын созатын еді дейді. Қолын кәдімгідей былай созатын еді. Сөйтіп бетін сүртпейінше былай, біз бетімізді сүртеміз ғой, осылай сүртпейінше қолын қайтармайтын еді дейді. Сол себептен де біз дұға қылған кезде қолымызды көтеріп бетімізді сипағанымыз бұл да сүннеттен. Енді бұл хадисті даиф дейтін адамдарға айтайық. Ахраджаху Тирмизи, бұл хадисті имам Тирмизи рахматуллахи айтады. Уалаху шауахидун, және ол хадистің шауахидтері бар. Бұл хадистің ішіндегі шауахидтер минха хадис Ибн Аббас радиаллаху анхума, яғни ол Ибн Аббас радиаллаху анхумадан жеткен хадистер. Абу Даудта және де басқа да кітаптарда. Енді бұл хадистер мейлі ол даиф болсын, бірақ усул бар. Бұл усулмен барлық мухаддис ғалымдар ұстанады. Барлық фиқ ғалымдар ұстанады. Усул фиқ. Мәжмууха яқтади аннаху хадисун хасанун. Барлық әлсіз хадисті жинаған кезде қандай хадис шығады? Хасан дәрежесіне жетеді. Ал енді тыңдаңыздар, кім болсын? Вахаби салафилердің шейхтері болсын, біздің усулдардың кітаптарда болсын, сұрасаңыздар, егер де бірнеше даиф хадистер жиналса, онда қандай дәрежедегі хадиске дейін жетеді деп сұрасаңыздар, барлық ғалымдар сіздерге айтады, ол хасан дәрежесіне жетеді дейді. Ал хасан дәрежесіне жеткен хадис ол не? Ол уджубул амал биха. Оған амал жасау уәжіп. Енді біз бетті сипау, дұғада бетті сипауды уәжіп демейміз, бірақ бұны адабут дуа деп айтамыз. Яғни дұғаның әдептері деп айтамыз. Келесі. Ибн Аббас радиаллаху анхумадан марфу, пайғамбарымыздан тікелей жеткен хадисте безиядетін тағы да өзі қосып айтқан екен. Ибн Аббас радиаллаху анхума тағы да қосып сөз айтады. Фаида фарағтум фамсаху бихима уджухакума. Егер де сендер дұғаларыңды бітірсеңдер, фамсаху бихима уджухакума. Беттеріңді сүртіңдер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Өткенде бір комментарияда бір кісі айтқан еді. Сахаба айтты ғой, соның амалын жасамайсыңдар ма дейді. Міне Ибн Аббас радиаллаху анху дұғадан кейін беттеріңді сипаңдар деп айтып жатыр. Ал енді осыған амал жаса. Осыған амал жаса. Ибн Аббас радиаллаху анху ол сахабалардың, ғалым сахабаларының қатарынан болады. Раваху Абу Дауд, бұл хадисті Абу Дауд, Байхақи өзінің сунанында жеткізеді, және де имам шейх, яғни Байхақи рахматуллахи айтады, хадисун сахихун деп айтады. Бұл хадис сахих. Ал құрметті жамағат, әрбір іс үшін адамдарды бидағатшы деп жамағатымызды бөлмеңіздер.